Сәлем сулар, бүгін сіздермен пісіруді қажет етпейтін чизкейк рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдын ала дайындалған печеньеларымызды бөліктерге бөліп, блендеріміздің көмегімен майда крошка жасап аламыз. Одан кейін таза құрғақ ыдысымызды алып, майда крошкамызды салып, үстіне бөлме температурасында тұрған майымызды салып, қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін кез келген форма түрін алып, арасына пергамент бумагасын салып, майда крошкамызды формамызға жақсылап бір тегіс етіп төсеп шығамыз. Бір тегіс етіп төселген печеньеларымызды 1 сағат уақытқа морозильникке жібереміз. Ендігі кезекте кез келген қалауыңыз бойынша 2 желатин түрін алып, оларды суға салып, бұқтыруға жарты сағат уақытқа жібереміз. Екінші желеміз біздің шие желесі. Оны да суымызға салып, бұқтыруға жібереміз. Желелеріміз бұқтырылғанша біз арасына салатын салмасына кірісеміз. Ол үшін таза ыдысымызға қаймағымызды салып, оның үстіне дәміне қарай қантымызды салып, венчигіміздің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ерітілген желатинімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Осы ретте 1 сағат көлемінде тұрған печеньелі тестамыздың үстіне қаймақты массамызды құйып, тағы да 1 сағат уақытқа морозильникке жібереміз. Арасына салу үшін кез келген жеміс түрін алып, оларды бөліктерге бөліп, бөліктерге бөлінген жемістерімізді 1 сағат тұрған қаймақты смесіміздің үстіне өз қалауларыңызша жайып шығасыздар. Одан кейін ерітілген қызыл түсті желемізді қасығымыздың көмегімен ақырындап массамыздың үстіне құйып шығамыз. Дәл видеодағыдай. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркелсеңіздер болады. Жақсылап құйып шыққан соң, тағы да 1 сағат көлемінде морозильникке жібереміз. Міне, біздің чизкейкіміз дайын.